жүсіпке апасы қоңырау соғып, тез жет балам, Рүзгар ауырып қалды, біз ауруханадамыз дейді. Медбике Сұлтаннан баланың қан тобын сұрайды. Сұлтан Рүзгардың Жүсіптің баласы емес екенін білетін еді. Сосын қан тобын білмеймін дейді. Кезінде Хауа мен Сұлтан ДНК сараптамасын өзгертіп қойғаны есіне түседі. Барлығы ауруханада. Дәрігер Жүсіпке баланың ыстығы көтерілуінің себебі улануда дейді. Дәрігер баланың бүгін не жегенін білуім керек деп Хауадан сұрайды. Хауа, түске дейін не жегенін білмеймін. Түс қайта мен қарадым. Жеміс езбесін, сосын қосымша сүт бердім дейді. Сосын Хауаның есіне Рүзгарға торт бергені түседі. Бірақ ешкімге айтпайды, содан емес пе деп қорқақтайды. Сосын Жәмила келіп, Хауа Рүзгарға торт берген деп айтады. Хамиет, сен не кішкентай балаға торт бергенсің ба? Мұның не дейді? Хауа, жоға тек дәмін тарттырдым. Апам балаға тәтті берсең жылағанын қояды деуші еді. Сосын бердім дейді. Дәрігер Жүсіпке жолығып, баланың қан тобын анықтағанын айтады. Жүсіп өзініңкін, сосын қайтыс болған апасы Гүлсімніңкін айтады. Дәрігер екеуіңіздің қан топтарыңыздан үшінші қан топтағы бала туылуы мүмкін емес. Мен анықтап сізге жауабын айтамын дейді. Хауа естіп Сұлтанға келеді. Тәте, Жүсіптің не айтып жүргенін естідің бе? Егер ол Рүзгардың өзінің баласы емес екенін білсе, ДНК нәтижесін кім өзгерткенін анықтайды. Сосын екеуміз де құримыз, дейді. Сұлтан болса, білгенің жақсы. Сенің шын келбетіңді білсе болды, дейді. Хауа ашуланып, мен құрсам сені де ала кетемін тәте деп екеуі ұрсып қалады. Сұлтан ДНК нәтижесін Жүсіптің бөлмесіне қояды. Хауа жыланның шын бейнесін білсін дейді. Хауа Сұлтан тәтесінің не істеп жүргенін біліп қояды. Сұлтан кеткен соң бөлмеге кіріп қағазды алып алады. Бөлмеге артынша Жүсіп кіріп қалады. Екеуі сөйлеседі. Жүсіп Хауадан өзінің сыйға тартқан бриллиант алқасының қайда екенін сұрайды. Хауа оның үзіліп қалғанын апам жөндетуге апарып тастады деп айтады. Жүсіп қалтасынан сол алқаны шығарып, мынау ма, бұны сатып жіберіпсіңдер. Сенің өтіріктерің көбейіп барады, Хауа. Менің ең жек көретінім өтірік айтатындар. Таңертең ғана саған өтірік айтпа деп ескерткен едім. Сен маған тағы да өтірік айтып жатырсың деп ашуланады. Хауа ештеңе демейді. Жүсіп, енді айт, неге маған өтірік айттың? Және де тағы басқа мен білмейтін қандай құпияң бар деп, екеуміздің үйленгенімізді қаласаң, қазірден бастап бар шындықты айт дейді. Хауа сонда да үндемей жылайды. Жүсіп, енді кет, маған айтар жауабың дайын болғанда келіп айтарсың. Маған барлығын түсіндірерсің. Қазір кет, Хауа деп оны шығарып жібереді. Хауа сыртқа шыққанда дәрігер мен Хамиеттің сөздерін естіп қояды. Дәрігер Хамиетке, мен анықтағандай, Жүсіп мырза мен Гүлсім ханымнан Рүзгардың қан тобындағы бала туылуы медицинада мүмкін емес. Нақтыласам, Рүзгар Жүсіп мырзаның баласы емес дейді. Хамиет Рүзгардың өзінің немересі емес екенін біліп таң қалады. Сұлтан Жүсіпке келіп, сізге бір кісі хат әкелді, алдыңыз ба? Маңызды деген еді дейді. Жүсіп, қандай хатты айтып тұрсың тәте? Көрмедім дейді. Сұлтан, жаңа ғана осында қойдым ғой. Біреу кірген жоқ па бөлмеңізге деп сұрайды. Жүсіптің есіне Хауаның кіргені түседі. Хауаға келіп, төсегімде жатқан қағазды көрдің бе дейді. Хауа, иә алдым. Екеуміз ұрысқан соң берем деп ұмытып кетіппін деп хатты Жүсіпке береді. Жүсіп хатты ашады. Хауа не жазылған деп сұрайды. Жүсіп оқып, бала меніңкі емес екен дейді. Сұлтан барлығын естіп тұр. Сұлтанға да керегі осы еді. Хауа қалайша деп өтірік жасайды. Жүсіп мұны қазір анықтаймын дейді. Бөлмесіне келіп, сейфті ашып, ДНК сараптамасын алып, екеуін салыстырады. Өзінде тұрған ДНК жалған екенін біледі. Барлығы бұл жаңалықты естиді. Бірақ кім жасағанын білмейді. Гүлсімнің отбасы жасады деп күдіктенеді. Сұлтан мен Хауаның әңгімесін қызметші Жәмила естіп қояды. Полицейлер келіп тергеу жүргізеді. Хатты кім әкелгенін тергеп жатыр. Жәмила ештеңе айтпай жүреді. Сұлтан келіп, мұны топырақ жасаған шығар. Себебі Рүзгар оны осы үйдің баласы емес екенін білгенде, өзі қиналып жүргенде Рүзгардан да айырылып қаламын деп ойлады. Менің пайымдауымша осы деп топыраққа жаба салады.
Жәмила бұл сөздерді естиді. Хауада тәтем рас айтады, ДНК нәтижесін топырақ өзгертуі мүмкін, дейді. Жәмила бұл сөздерді естіп кетіп қалады. Жүсіп мұны топырақ істегеніне сенімдімісің деп Хауадан сұрайды. Хауа, иә, мен де естігенде таң қалдым, бірақ топырақты да түсінуге болады. Өз баласынан айырылып, енді Рүзгардан айырылу оған ауыр тиер еді, дейді. Біраз уақыттан соң Жәмила Жүсіпке келіп бар шындықты айтады. Мен Сұлтан тәте мен Хауаның әңгімесін естідім. Кінәні топыраққа жаба салайық, ол кетті, сомен іс жабылсын деп жатты. Мен топырақтың кінәлі болғанын қаламаймын. Сізге ерте айтпағаным үшін кешіріңіз мырза, бірақ бұл өтірік, дейді. Жүсіп таң қалады. Хауаның күннен күнге өтіріктерінің бәрі шығып жатыр. Біраздан соң Хауа келеді, екеуі сөйлеседі. Жүсіп Жәмиланың сөздерін айтады. Хауа ашуланып, сен не маған емес қайдағы қызметшіге сенгенің тұрсың ба? Бәріне мен кінәлі болдым ба сонда? Деп ашуланып сыртқа шығады. Артынан Жүсіп те шығады. Бұлардың ұрыстарының бәрі естиді. Сыртқа шыққанда Хауа сақинасын шешіп Жүсіпке береді. Маған сенбейтін адамға тұрмысқа шыға алмаймын деп кетіп қалады. Хамиет, осымен бәрі бітті, шүкір деп мәз болып екеуіне қарап тұрады. Жүсіп те үндемей сақинаны ұстап қала береді.